әйел адам жұмыс жасамау керек, үйде отыру керек дейді. Оның бір рет ұрып соққаны болды, Ол сені жұдырықтап ұрды ма? жұдырықтап ұрды. Ұрған кезде қылғындырып мен талдырып тастады и тамамы пышақта қалды. Бас жағымда балам көріп тұрды да көзбен. Осындай оқиғалар мен басымнан өткен ғой. Бірінші күйеуім прям өзімді елестетіп кеттім қатты. Сен бір қол көтердің ба, сен до конца қол көтересің. Бірақ жақсы әке ма? Жақсы әке. Сен әлі де қатты сүйесің ба? Мүмкін. Өзім де білмеймін, честно. Сонда сен бала шаға үшін өз өміріңді қиюға дайынсың ба? Ажырасайық дедім, бірақ ол кетпеймін дейді. Сүйем деп тұр. Иә. Бір әйел маған жазады: менің күйеуім саған ғашық, сен 5 баламен де алайын деп тұр ғой. Маған менің күйеуімнің бақытты болғаны керек дейді. Ойбай қысқа. Бірақ өзінің 2 қызы бар, үшіншісіне аяғы бар, осыны деп жүрген дейді. Мына бейшараларға не болып қалсын, еркектің соңында өле қал енді. Оның бақытты болғаны қажет, сені сүйеді күн. Маған көп ондай келетін. Там тоқалым бол дейді да, ажырасып кетші, мен сені алып кетемін дейтіндер. Мен сені қазір-ақ аламын дейтіндер. Ондай жетеді. Біз бүйтіп кейін ана төсек қалап тұр. Бір періп қайтпасам қаш сияқты қыз. Армысыздар, бармысыздар, менің сүйікті де сүйкімді көрермендерім. Көптен күткен жаңа шығарылым. Менің өзімнің инстаграмымдағы оқырмандарым, оларды мен сүшкілер деймін. Өзім сияқты по энергетики, дәл мен сияқты келіншектер ғой, қыздар мен келіншектер. Олар менің образыма үйреніп қалған. Но бірақтан да енді YouTube арнасы болғандықтан күннен күнге бізге жаңа оқырмандар жазылуда. Мен сіздер үшін бір ескерту айтып кетейінші, өтініш. Бірінші, мен кәсіби жүргізуші емеспін. Менің мамандығым секс коуч. Вау, солай, и психолог. Осындай ырпыңдап қалған тәтелеріңмін. Иә. Ал егер де мен саған ұнап бара жатырсам, подписка жіберуді ұмытпа YouTube арнама. Сосын менімен бірге 24/7 бірге болу үшін, тағы да ілім мен білімді алу үшін менің Instagram парақшама тіркеліп қой. Енді қыздар, бүгін бізде жаңа кейіпкер 33-кі тақырыбына байланысты мен шақырып отырмын. Бірден айтамын, менде дайын текст жоқ, дайын сұрақтар жоқ, бізде еркін подкаст. Менің ойыма қандай сұрақтар келеді, бірден саған қоятын боламын. Сен де өзіңді еркін ұстасаң болады. Әңгімеңді ашық, маған сеніп айтсаң да болады. Енді өзіңді еркін сезінсейші, мен сен құрбым деп елестетші. Сен маған тем более подписанасың, иә? Кішкене біліп қалдың менің стилімді, тематикамды. Енді өзің жайлы таныстырып өтсең. Айдана ханым, саламатсыз ба? Сізбен танысқаныма қуаныштымын. Инстаграмнан емес, прям живой көргенім екен, көзбе көз. Шақырғаныңызға көп рахмет. Есімім Назым, көп балалы анамын, тұрмыстамын, 5 балапаным бар. Жасым 35-те. 35-те жасым. 35-те. И ты так офигенно выглядишь, я просто жүрегім деген лүпілеп жатыр. Ер азамат емес, әйелдердің өзі деп қарап отыр енді. Мен сол үшін де шақырдым. Мен парақшаңа кірдім ғой бірінші. Сосын өзім шақырдым сені. Мә деп ойладым ғой мен сені көрген кезде. Қалай 35-те жап-жас қыздайсың да? Мен енді бұлай адамды өтірік мақтай алмаймын, бірақ қалай бар солай айтып отырмын да. Сендегі бір энергия, сендегі шектеудің жоқтығы, өзіңді еркін ұстағандығың. Еще мына жерге видео қалдырып кетеміз, жылан мен бұлай ойлады қалмын қысқа деп ше. Мен ойладым, білесің бе, күйеуі өліп жармасып алған шығар мынандай келіншекке деп ойладым ғой. Сосын дальше зерттей бастадым, переписканы қойғаншысың WhatsApp-тағы ше. И сол жерде маған барлығы түсінікті болды да. Сенің күйеуің сенімен бірге еместігін. Осы енді өзің туралы давай осы сұрақтарға тоқталасың ғой енді. Давай бастан екеуміз танысайық. Қай өңірденсің? Мен өзім Атырау облысының тумасымын. Батыс. Иә. Обожаю. Ақтауда бірақ тұрып жатырмын. Жолдасым алматылық, Найман.
Ақтау қаласында оқып жүрген кезде мен бірінші курс студент болғанмын, ол екінші курста оқып жүрген. Сол кезде танысқанбыз. Танысып жүрген кезде бізде бәрі идеально болды негізі. Қалай болды соны айтпашы тебе. Ухаживаниясы, ресторанға шақыру, күнде кино, бәрі болатын. Бірақ менде сол кезден бастап уже внимание көп болатын өзімде. Сен ол кездің өзінде осындай Ол отсың, кезінде, ол кездің өзінде менде 4-5 жігіт сөйтіп сөз салып сөйтіп жүрген. Ол жігітіммен жаңа қазіргі жолдасыммен жүріп жүргеннің өзінде де 2 рет попытка болды. Ақтауда бізде ол кезде не болды ғой, хит болды ғой, алып қашу дейтін. Алып қашып кетуге де жазады. Бірақ оны мен ішкі түйсігім біліп, сол жақтан өзімді сақтап қалдым да, кеткен жоқпын. Сол күйеуіммен 2 жыл жүріп үйленген болатынбыз. Жүрдіңіздер, Иә, 2 жыл жүрдік. Бізде бәрі андай құрдастары болсын, бәрі индийский махаббат деп қоятын бізге. Бізде бәрі идеально болды. Жүрген жүрісіміз, соны 1 жылдан кейін өзімнің ағаммен таныстырдым. Жаңағы несін, рұқсатын сұрап, Атырау қаласынан өзі келген болатын. Аға жеңгемен таныстырдым, дастархан жайып. Сол кезде туған күнім болатын. Сол кезде ең бірінші маған сыйлық сыйлаған. Ол алтын комплект сыйлаған. Жаңағы цепочкасымен, браслет. Ең бірінші сыйлығы сол болатын. Бізде бәрі идеально, конфетный букет дейді ғой, сондай үйленгенше болды. Үйленгеннен кейін кішкене қиындықтар басталды. Сендер жүріп жүрген кезде ол идеально болды дейсің, қай жағынан идеально? Отношениясы ма, сені қолдауы ма? Отношениясы деп айтса да болады, и жаңа ухаживаниясы. Көңіл бөлуі, сондай бәрі идеально. Қыз кезімнің өзінде осындай яркая болдым деп. Сенің киімдерің енді қысқасы, өзің қалағандай киіндің ба? Қалағандай киіндім, иә. А ол кезде ол не дейтін? Ол кезде ондай қатты нетпейтін, Запрет қоймайтын? Запрет қоймайтын вообще. Мынандай әңгіме айтпайтын ба еді, типа ертең ладно жүре бер, ертең енді екеуміз үйленгеннен бүйтіп киінбейсің ғой Вообще деген ондай сияқты. айтпайтын. Да. Вообще айтқан жоқ. Сосын? Потому что мен өзім енді бізде батыста ладно кішкене менталитет бар ғой. Иә. Қысқа кигізбейді. Өзінің ағаларым өзінше мен қысқа кимейтінмін. Бірақ ол алматылық болғаннан кейін более свободный несі, түсінігі жағынан да, сол үшін қарсы болмады деп ойлаймын, сол үшін. Қарсы болған жоқ, барлығы идеально, сені сыйлап тұр, иә? А сен қандай болдың? Еркелеп па? Ерке болдым, иә. Мен бірақ шыны керек тұйық болдым. Тұйықтау болдым. Көп сөйлемейтін, қатты ашылмаған, сондай тұйық болдым негізі. Мен өзі постепенно жайлап босанғаннан кейін өзім жұмыс жасап бастадым. Содан кейін уже әйел адамдармен жұмыс жасайсың, мен уже визажист болдым. Әйел адамдармен жұмыс жасайсың, сөйлесесің, әңгіме айтасың, содан жайлап ашылып, қазір ашылдым мен. Сол кезден бастап ашылдым. Оған дейін ашылмаппын. Бірақ сонда да тұйық болсам да енді внимание болатын. Енді сен әп-әдемісің, енді қалай внимание болмайды. Енді тұрмысқа шыққаннан кейін сіздерде қандай өмір басталды? Бізде енді Алматыда Талдықорғанда той болатын болды, үлкендер жасады. Сосын Ақтауға қайтып келдік. Қайтып келгесін енді семейный өзіміз бөлек тұратын болғасын, біз пәтер жалдап тұрдық. Пәтер жалдап тұрған кезде ода жұмысы болмады, кішкене жұмыс жағынан қиналды. Кей кездері үйде болмай кететін кездері болды. 3 күн бір кезде үйде болмай қалды. 3 күн таппай қалдым. Босанғаннан кейін да мен уже кішкентайлы болғаннан кейін 3 күн іздедім, барлық жерден звондаймын, жоқ еш жерде. 3 күннен кейін келген кезде қайда болдың деймін да. Қалада рейд жүрді, сондай біреу бірдеңе ұрлап кеткен, біреу зорлап кеткен дейді, сол кезде ұстап алды дейді да. Ұстап алғанда ГУВД-ға апарған дейді да. Мен сендім. Хабарласпады ма сонда? Хабарласпады, телефон үйде қалып қойған болған. Ол кезде пәтер жалдап тұрғатын болғасын, пәтердің ақшасын төлеу керек болды. Мен алтындарын бәрін беріп, ломбардқа өткізген болатын. Удостоверением бәрін. Сол кезде 3 күннен кейін келеді, жағасын қараймын, ақ рубашкасын. Кір болып тұр да, андай, қатты кір болып тұр. Не болғанын түсінбедім да, сосын сұрадым, не болды, айтпады. Осындай болды. Сосын мен 3 күн күттім тағы да. Енді ақша алып кетті, ол жаңа пәтердің ақшасын төлеу керек. Уже квартирадан шығындар деп айтады. Мен кішкентай баламмен 40-нан кейін шыққан. Вариант жоқ менде басқа. Баламды, қызымды алам да, ГУВД-ға барам деп шығам. ГУВД-ға кетіп бара жатқан жерімнен мені тоқтатады күйеуім, жолдасым. Менде ешқандай да ГУВД ұстаған жоқ, мен ойынға кіріп кеттім дейді. Ол ойынға кіріп кетеді. Негізі ол бұрыннан да негізі сондай несі болатын. Ойын жаққа. Құмарлығы болатын. Сосын мен қызымды аламын да, хорошо, ойнасаң, онда мен қазір кетемін деймін да, заттарын бәрін жинап бастаймын. Сол кезде уже сөзім беріп, жаңағыдай болды, ойнамаймын енді, бәрін қоям деген сияқты ол. Содан кейін негізі қойып кетті сразу резко ойынды. Қойды ма? Қойды, сразу қойды. Потому что бір қорқып қалды да, мен кететінін біледі. Мен заттарымды жинап, уже все деп кетіп жатқан адаммын ғой.
Сосын содан кейін қойды, жоқ вообще жақындаған жоқ негізі. Одан кейін сол жұмыс жасап кішкене қиналып жүрдік біраз. Менде мысалы 5 баламды тусам да маған ешкім көмектеспеген. Мгм. Не енем, не атам деген сияқты. Ата енем менің ажырасып кеткен бұрыннан. Ажырасып кеткен. И сіздер бірге Жоқ, тұрмайсыздар. бірге тұрмаймыз. Мгм. Мен өз бала шағамды 40-на дейін аға жеңгем болатын Ақтауда. Мгм. Солар көмектескен де үйреткен. Қалған уже бала шағамды өзім үйреніп, өзім алып кеткен болатынмын. И М. без никакой поддержки өзімізбен өзіміз өмір сүріп келатқан адамбыз негізі. Мгм. Бір жағынан ол да жақсы деп ойлаймын. Ешкім ешқандай әңгіме айта алмайды. Мен балаңды бақып бердім, мен баланы сөйтіп бердім деген әңгіме ешкім айта алмайды. Еркін өмір ғой Еркін өмір. Иә. Ешкім қазірдің өзінде ешкімнен предъявлять ете алмайды да ешкім ештеңе. М. Сол одан Алматыға қайтып келетін болдық. Бір екіншісіне аяғы ауыр болдым. Алматыға қайтып келдік. Алматыда тұратын болдық. Пәтер жалдап то же самое. Алматыға келгеннен кейін уже өзгеріп кетеді ол. Потому что өзінің жағы ғой енді кішкене. Аха. Кішкене өзгерістер пайда болды. Қай жағынан? Кішкене дөрекілік пайда болды да андай. Резко сөйлеп қалу, айтып қалу, сондайлар болды. Осы неге сондайсыңдар иә? Сендер уже әке шешелерін көріп қалсаңдар не тәлпіштеніп кетесіңдер? Нап нормально жүреді. Күнім жаным көтеніп өсейін деп жүреді. Әке шешесін көрсе жай ғой деп ше. Өзгереді, Рас ей. қатты өзгереді. Иә. Содан кейін уже өзінің жағына келгеннен кейін уже кет деген әңгімелер бастады да уже Кетсең кете бер. кетсең кете бер деген. Кетіп қалуды возможностьтар болды. Ол мені алып қалды. Кетем дедім. Қызын тастап кет, өзіңді кете бер дейді да маған. Иә. Мен өзім босанған қызымды қалай тастап кетемін мысалы. Всегда ғой баламен ұстағысы келеді ғой. Сосын қалдым, кешірдім, тұрдық дальше. Бірақ мен барлық жағынан жолдасымды қатты еркететін. Жұмыстан келдім, мен 3-ші бала босанғанша күйеуімнің аяғын жуатынмын жұмыстан келгенде. Өзім. Андай, это не вынуждены там не емес, өзім қалайтынмын да. Жақсы көріп, аяғын жуып беретінмін, қарным шартиып жүрсе де басын жуып, жуындырып өзім сөйтетінмін. Қатты еркететінмін сөйтіп. И сосын жұмысқа кетсе, үйге келсе екен деп асығатынмын. Сағатты қараумен болатынмын да. Келсе екен деп, келгенше үйдің шаруасын бітіріп, тамақтың неше түрлісін пісіріп сөйтіп күтіп алатынмын. Сен қатипаш болғансың. Қатипаш болған негізі, иә, сондай болғам. Андай болды да менде. Қатты жақсы көріп кеттің ғой. Әйел адам жақсы көрмей. ер азаматын қатты жақсы көрсе өзін жоғалтады екен. Неуверенность болады сосын өзіне. Иә, всегда айтамын ғой солай. Сосын жаңағыдай үйге келсе екен, бір жаққа кетіп қалса іздейтін мені. Қайдасың, неге келмейсің? Менде сондай болды да. Басқа жаққа кетіп қалмасын деген ол. Сол үшін барлық жағынан тырысып жүрдім. Былай не жағынан, төсек жағынан болсын, үй жағынан болсын, шаруа жағынан болсын, бәріне де үлгеруге. Төсек жағына тоқталғымыз келіп бара жатыр енді. Енді мен сұрайыншы, ашық мақұл айтқың келмейтін шығар, но бірақ енді біз білуіміз керек қой. Сен бірақ айттың, мен сыртымда сексуальная болып көрінгеніммен, еркін қыз болып көрінгеніммен тұйық болдым дедің, иә? И сен қазір айтып отырсың, күйеуіңді қалай уважать еткенің, ухаживать еткенің, жақсы көргенің, махаббатын бергенің, до такой степени сен оны жуындырып, былай тамағына дейін салып отырдың да. Төсекте қандай болдың? Төсекте, қатты ашық айтайық. Ашық болғанда қатты не емес, профи деп айта алмаймын, но средний. Барынша көңілін табуға тырысатынмын. Бірақ ол менің көңілін таппайтын мысалы. Мен оның көңілін табуды ойлайтынмын да, лишь бы басқа жаққа кетіп қалмасын деген ойда менде. Бірақ мен 3-ші балама дейін ешқандай ләззат алып көрмегенмін. Сен неге айтпайсың сонда? Айтпағам, это болады, имитация болады өзінің адамның. 3-ші бала босанып уже неткеннен кейін мен уже содан кейін уже сезініп бастадым да бәрін. Оған дейін 0. Оған дейін неге айтпадың оған? Айтуға андай еркектің намысын неткім келмейді да, бір жоғалтып алатын сияқты өз-өзін деп. Сол намыстанып кетпесе екен, мені жаман құтырған деп ойламаса екен, біреумен болды ма, көрді ма, салыстырмаса екен, үйтіп ондай жала жабу болмаса екен деп ойладың ғой. Осы жерде бір-екі сөзімді айтып кетейін. Мені көріп отырған ер азаматтар, сіздер осындай сөздеріңізді, осындай біреуге жала жабуларыңыз қойыңыздаршы. Біреу деген сіздің әйеліңіз ғой. Біз айта алмаймыз ғой сіздерге. Ұнамайды, біз қанған жоқпыз деп ше. Айта алмаймыз, өйткені біз айтсақ, сіздердің бірден лучшая защита нападение деп нападать етіп шығасыздар. Бірінші сіздердің айтатындарыңыз, а чё?
біреуің пайда болды ма, а Мгм. жоқ ұнамай қалды ма, иә, сенде біреу бар ғой, мен жоқта келіп жүр ғой. Бізде ешкім жоқ. Реально біз просто ұнамаған жерлеріңізді айтамыз, чтобы вы исправляли. Бізде адамбыз, бізде оргазм алғымыз келеді. Мен қазақша айтамын оргазм деп ше. Бізде адамбыз ғой. Негізінде біздің дінімізде де айтылған, әйеліңді қандырмай ұйықтама деп. Сондықтан да өтініш, ер азаматтар, білмеймін, мені қазір көріп, жек көріп, какая-то развратная члюшка деп айтып отырсыздар, мен санаңыздан біліп тұр ғой, сізге үстіп киінсе болды ғой, дәлеп. Но бірақ мен айтқым келеді, әйелдеріңізден де сұраңыздаршы, саған қалай ұнады, сен қандың ба, қандай позаларды мен қоссам болады деп. Себебі біз әйелдер сіздер үшін стараемся, өмірде істемеген заттарды істеп, интернеттен үйренеміз. Қайдан үйрендің деген сұрақ не сұрақ ол? Біз интернеттен үйренеміз. Курстар, мен секс-коучпын, например, соны үйретем. Берісу және оның жолдары. Енді ашығы бізде дамып отыр, қазір дамып жатыр ғой енді. Үйретеміз. Төсекте неше түрлі техникалар бар. Келіншегіңізге жаңағыдай кінәра тартып, жамандап, оны бір нашар ойларыңызды ойлап, даттаудың қажеті жоқ. Шынымен де. Лучше міне ер мен әйелдің қарым қатынасы одан сайын мықым болады, оты одан сайын жана бастайды, когда сіздер төсекті реттеген кезде, қалауларыңызды білген кезде, иә, ер мен әйел бір-бірінен сұрап. Өзің айтып өттің ғой, үшінші бала пайда болғаннан кейін менің сезімдерім ашыла бастады, яғни төсекте сезімділігім ашыла бастады. Оргазмның не екенін сол кезде түсіндім дедің, иә? Одан кейін уже мен одан сайын ашыла бастадым. оргазм алғаннан Сезіп кейін. бастағаннан кейін мен одан сайын ашыла бастадым. И ол да оны сезіп бастап, сен что-то өзгеріп жүрсің, сен танымай жүрмін деген әңгімелер айтып бастады. Потом уже одан кейін ол өзі де өзгеріп бастады. Уже бұрын төсекте дым жасамайтын. Содан кейін ол уже мені жаңағыда болады ғой, қандыруға тырысады, иә? Расында да шын оргазм мен өтірік оргазм ол қатты ер азаматқа білінеді. Көрдің ба, сен оргазм алғаннан кейін он такой мә деп. Ол көріп бастады да, оны сезіп бастады. И өзі де тырыса бастады. Сосын маған андай хаттар келеді да, мен курсыма қатысқаннан кейін бүйтеді, мен бір жаңа нәрселер істедім, оргазм алдым дейді да, өзім бірінші дейді да, сөйтіп еркегім бірден қызғаныш ояна бастады, сен қайдан үйрендің мынандай заттарды деп. Өйткені неден? Осы жерден сұрақтың жауабы, әйелдің шынайы оргазмы, энергиясы, женская сексуальная энергиясы до потолка и выше көтерілген кезде ана жерде бір өзгеше атмосфера болады да, еркек уже больше жақсы көре бастайды. И жақсы көргеннен кейін қызғанышы арта бастайды. Менде сондай болды. Себебі күйеуім айтатын, уже өзгерістер байқалып жатыр, қалай, не болып жатыр, не істеп жүрсің деген сияқты сұрақтар қойды. Одан кейін уже біреумен сөйлесесің ба, біреу внимание бөліп жүр ма, я знаю, как ты в постели дейді. Содан кейін сондай әңгіме басталды. Иә, бұрында қандай едің деген. Сосын сәл андай ұрыс керіс болған кезде сондай әңгімелер айтатын болды. Сен кетіп қаласың басқа еркекке, басқа бір еркектер саған табылады, себебі төсекте сен жақсысың дегенде алып та, қызғаныштар басталып қалды. Әңгімесі сондай болып кетті уже. Бұрын ондай әңгіме айтпайтын. Уже мені менсінбей кетесің бір күні деген. Иә, сондай қалып. Уже андай мен сезіп бастадым, ол уже қорқады. Мені жоғалтудан қорқатынын сезіп бастадым да, одан кейін. Өз-өзіме одан сайын уверенность басталды. Бірақ андай жаңағы несі жаман да, қайдан үйрендің, қайдан білесің, сол жаман да. Может, біз дейтін әйелдер оны ер адам үшін стараться етеміз да, мен айтамын, сен үшін стараться етіп жүрмін ғой мен мысалы да. Оны олар дұрыс түсінбей қалады да кей кезде. Бірақ қазір түсініп жүр енді. Бірақ сонда да қызғанышы қазір бұрынғыдан қарағанда көп. Одан кейін уже 4-шісін босандым, 5-шісін босандым, жайлап уже Инстаграм жүргізе бастадым. Баланы бірінен соң бірі босаныпсың. Я не говорю, просто сенің идеальный фигура барлығы керемет болып тұр, бірақтан да кішкене денсаулыққа ол бәрібір отражается, если честно. Сол кезде қалай сендерде планировали вообще или нет, вообще не планировали. Мен негізі енем екінші баладан кейін айтқан, болды тума деген. Именно сол сөзі маған қатты тиіп кетті да. Тума дегеннен кейін не үшін деп ойлап қалдым да, сосын қатарынан тағы үшеуін деп тастаған.
или болмаса сенде бәрібір балаға жақындық бар ма сен андай? Мен андай босанғаннан кейін уже бала кішкене уже өсіп бастайды ғой, сол кезде андай балаға қызығып кетемін да. Мгм. Емізгім келеді, баланы ұстағым келеді, иісін сағындым десем, уже дайын тұрады уже. Сразу көтеріп қоямын резко. Сразу көтеріп қоясың. Иә. Бірақтан сақтанамын деп ойлаған жоқсың. Біз сақтанып көрмеппік вообще. Да? Вообще. Да деппін ғой. Андай немен сақтанып көрген жоқпыз. Былай Жоқ, спираль деген сияқты. жоқ, спираль салып көрмедім. Өзің қаламадың. Қаламадым. Мықтысың. Бірақ 5-шіден кейін айттым, все, босанбаймын дедім. Потому что 4-шісінде кішкене уже денсаулыққа нетті, тиіп тұрады да. 4-шісінде де балам күндікке оратылып туған. 5-шісінде уже тоже 2 рет күндікке оратылып, тұншығып туған да. Содан кейін уже қорқып қалдым. Содан кейін тумаймын дедім. Сен бұлай қалай бытовухаға батып кеткен жүрсің? 4-5 бала деген мама. Бытовуха болады, нерв болады, конечно. Жоқ, нервтен бұрын шашымыз айғайлап кетеді ғой, екеуміз деп ше. Иә, болады. Ондай моменттер болады. Кей кезде депрессия түсіп кететін кездерім болды. Көп болды. Карантиннің кезі болды, аяғы ауыр кезде. Карантин, баланы үйден оқыту керек. Плюс аяғым ауыр, одан кейін босанып келем. Кішкене түнде өзім, мен босансам, никогда күйеуіме жатпаймын. Бала 1 жасқа дейін біз бөлек жатамыз. Неге? Себебі бала жылайды түнде. Баяғы сол күйеуіміздің комфорты ғой бізде. Таңертең жұмысқа барады, соның мазасын алмасын деп түнімен тұратын болғасын. Өте удобная болыпсың да. Бала всегда қасында. И каждый жыл сайын туғаннан кейін ол уже почти жыл сайын, андай 2 жыл сайын бөлек жатып кетір деген сияқты. Соңғы жылда осы бірге жатып жүріп бір төсекте. Сен енді образыңда маған более жақын айттым ғой, андай женская сексуальная энергия маған қатты сезіліп тұр, и мен өзім сияқты әйелдерді алыстан танимын. Бірақ сенің қазіргі айтып отқан әңгімелерің бұрынғы өмірің туралы. Ол жерде сенде бір өзгеше энергия, иә. Мен айттым ғой жаңа қатипаж деп, мен негізі өте удобный келіншекті айтамын да. Еркек үшін, отбасы, айтады ғой, қатын болатын қыз деп ше. Сондай шынымен де сондай болған сияқтысың. Сондай болдым негізі. Бірақ өзімді өзім өзгерттім. Себебі не үшін өзім үшін өмір сүрмеске деп та. Жаңағы сол Инстаграм жүргізіп бастағаннан кейін мен өзгеріп бастадым. Оның алдында да енді былай өз-өзіме қарап қалғам, никогда бір жаққа шықсам мен қопырап шықпайтынмын. Киініп, боянып, әдемі болып шығамын всегда. Хоть қандай проблема болсын, болмасын, всегда сөйтіп жүремін. Никогда өзім андай жаман болып жүрген. Иә, жаман болып жүрген кезім болмайтын никогда. Одан кейін еще қазір андай ғой бізде қыздар күшті болып жүрсің, жаңағы отырыстарға барсақ, мен 5 балам бар деп айтасың ғой. Расым 35-те десем, конечно, менде ақшам болса, менде күшті болар едім дейді. Ақшаға тірейді да, негізі ақшада емес. Менде мысалы 14 жыл болды, пәтер жалдап тұрамыз. Ақшаға дым ешқандай несі жоқ. Ақшам болса фитнеске барар едім, ақшам болса менде күшті болып жүрер едім деп та, оған вообще тіремеу керек деп ойлаймын. Ақшаға емес, адамның өзіне байланысты деп ойлаймын. Маған сөйтіп айтады да, мынау байдың, сырттан танымайтын адам, мынау байдың қатыны ғой дейді. Иә. Хотя мен байдың қатыны болатынды үстімде андай прям бренд киіммен жүрген жоқпын. Өзіме ұнайтын киім киемін всегда. Ну, сырт көзбен сөйтіп көрінеді. Да, со вкусом. Жарасымды. Өте керемет негізі. Мысалы, мен 2 баланың өзіне миым ашып кетеді. Мен көмекшілерім бар, анасында деп баш деп. Мен өйткені менің энергиям уже сақтап отырамын да. Кетіп қалады шынымен балаға деген. Отырсаң, үйде отырсаң, энергияң бәрі баламен кетіп қалады. Күнделікті бір тіршілік айнала береді. Күнделікті айнала береді. Мен ойлаймын да, қарашы, мына жерде 2 емес, 5. Сен қалай мысалы формаңды сақтадың? Осы маған қызық өте. Формам менде это гены. Гены, да? Гены, да. Менде босанғаннан кейін аяғы ауыр кезде 56-60 килограмм боламын. Потом уже бала 6-7 ай болады ғой, өзі жайлап, өзі бесіме келіп бастаймын, ісіктің бәрі кетіп, солай қалпына келемін. Ешқандай ішіп байлап. Тамақтан отказ бермейсің ба? Тамақтан вообще. Диета ұстамайсың. Ұстап көрмедім. Яғни тез өз қалпыңа келесің, иә? Тез өз қалпыңа. Это гены. Кожа өзім сондай. Тоже гены. Өзімдікі бәрі. Қазір көремін қатындар одан сайын. В смысле өзімдікі? Деп ше. Маған көп айтады сосын, бетіңе ботокс, маңдайыңа ботокс еткенсің ба деп та. Мысалы мен бетімде ботокс жоқ. Ерін бұрын істеттім, 2 жыл бұрын толық кетіп қалған. Бірақ бетіме ботокс істеп көрмеппін. Сөйтіп айтады, маңдайыңа ботокс істетіп алғансың ғой сен деп та. Көп сөйтіп айтады. Не только маңдай, мына көздің шетіне де түседі ғой мысалы. Иә, бірақ ондай жоқ. Сенде табиғи өзің солай. Это кожа эластичная болса сондай болады екен. Әжім түспейді көпке дейін дейді. Сосын ше, бәрібір 5 баламен адам деген бар. Ауышып кетеді, шашы ағарып. Сен қалай айтшы, қалай держаться етесің? Это секрет. Жоқ, может бір
көмекшілерің Жоқ, бірдеңелер? вообще. Айттым, 5 баламды өзім бағып қаққам. Даже той томалақтарға барсақ та біз алма кезек баратынбыз. Бір жаққа шықсақ, бір күні күйеуім шықса, бір күні мен шығамын. Бірге никогда ешқайда бармайтынбыз. Күйеуің негізі балалармен қалады да? Қалады. Ол қағады, негізі қарайды балаларды. Қалады, тамақтарын береді, көтендерін жуады. Ол жағынан жақсы, А. көмектескенге. Мгм. Поддержкасын береді жалпы. Ол Бәрібір жақтан ер азамат қашпайды. сырттың адамы болғандықтан саған қалады ғой мына бытовуханың барлығы. Бытовуха, иә. Оған дейін дым істеп, андай үйдің шаруасын істемейді. Тек бала қараумен болады. Сабырлықпен жеңесің бе әлде бәрі? Сабырлықта кей кезде шығып кетеді. Сол Болады, айтамын ғой, по-любому болады. біреусі горшокта боғын ұстап жатса, екіншісі мама жаңағыдай сабақтан көмектесші, математика деп Иә, анау мынау деп иә, келеді. Оның еще әрқайсысының кружогы, мектебі, садигі бар деймін да. Соны қалай сен еще менде справляешься? кішкентайым садикке бармайды, үйде. Үйде. Қазір үшеуі, тем более сабақта. Соны айтшы, как ты справляешься? Ну, до этого стресстер болды, конечно. Қазір бірақ спокойно жүремін мен. Уже самостоятельно болып өсіп кеткеннен кейін өздері оқиды. Сабақтарын өздерің уже мен үйретіп тастадым соңғы жақта, осы 1-2 жылдықта. Өздерің кетіңдер, өздерің киіңдер деген сияқты. Бірақ өзім дайындап қоямын бәрін, но Сен соңғы кезде облегчаешь, да, да? өзімнің Из-за того, что сен өмірімді легкая болған сайын өміріңде жеңіл болып жатыр, иә? өмірімде де не қылатын, жеңілдей қылатын. Бұрын Мм. стрессовать етсем, ана жер шашылып жатса, ладно, ертең жинай саламын деймін. Бірақ енді по-любому тазалық бар ғой енді. Сонда да бұрын стрессовать ететін, кішкене бір зат болмай қалса, жынданып, не істедіңдер, не қойдыңдар. Қазір более легкий қараймын. Көрдің ба? Өмірімді жеңілдетіп тастадым. Жеңіл қарайтын болдым Әйел қазір. адам жеңілдеген сайын өмірі де жеңілдей береді екен. Усложнять етеді, ол қиындататын әйел, Сосын ауырлататын ер адам да әйел. соған үйреніп қалады, соны істеп жүргенге. Если істемей қалсаң, что-то өзгеріп кеттің сен, анаған қарамай кеттің ғой, мынаған бүйтпей кеттің ғой, сөйтпей кеттің ғой. Қазір уже оған да үйреніп жатыр көзі. Уже андай қатты требовать етпейді. Ладно, ештеңе етпес дейді. Все. Үйретіп алдым. Үйретіп алдым. Сосын ары қарай история не болды? Мен деген жағаласып сұрақ қоя береміз, ұмытып өзіміз қалдық қайырымызға. Инстаграм жүргізіп бастадым. Сол Инстаграмнан біз дейтін контенттер түсіріп бастадық. Өзім идеямен, образдарын бәрін өзім істейтін. Күйеуіме айтамын, күйеуім қолдайды. Бірге түсіріп бастайық деп. Семейный контент сияқты жүргізейік дедім. Жүргізіп жүрдік, бәрі күшті болып жүрді. Но почему-то аяқ астынан жаңағыдай уже қызғаныштар бастады. Инстаграмды удалить етіп таста. Уже істегенің, көмектескенің уже міндетсіну басталып кетті да. Мен саған көмектесіп жатырмын, менің арқамда деген сөздер болып кетті да. Инстаграм сосын мен кішкене қоя тұрдым. Потому что соның кесірінен кішкене разногласие болып қалды да бізде. И потом уже андай видеоға түссем, өзімді түсіремін ғой. Сен неге өйтіп камераға түсесің? Еркектерді тартасың сен өзіңе дейді. Еркектердің взглядтарын тартасың, вниманиесін тартасың. Саған сосын жазады. Сондай қызғаныштар қазірдің өзінде әлі бар. Бірақ өтірік емес, жазады. Жазады, сен істейсің. Мен тек запросты қараймын да ашпаймын. Жазатыны қызық енді, қазір сенің историяңды естиміз полностью. Бұл сенің ер азаматың оған дейін как бы нейтрально қарап жүрді. Одан кейін сен уже әйелдік энергия, сексуальная энергияң арта бастаған, қызғана бастады, иә? Қызғана бастады. Одан кейін запреттер басталды. Сол кезде сенің ашуыңа қатты тиетін бе еді бұл қылықтары? Конечно. Біз сол үшін көп ұрысып қалатынбыз соның үстінде. Инстаграмды удалить етіп тастаймын деп бастағаннан кейін, потом уже келесі күні достасқаннан кейін, мен ашумен айттым ғой, ашумен бүйттім ғой, бірақ по-любому адамды сөз дейтін сүйектен өтеді ғой. Сүйектен өтіріп сөйлейді да, ол қатты сөйлейді айтқан кезде. Сен ажырасып кетсең, сен бүйтіп кетесің, сөйтіп кетесің, жаңағы сөздер ғой. Порукам кетесің. Иә, порукам кетесің, ақшасын беріп кетеді, жағдайын істеп кетеді, әрі кетсе сөйтіп сондай сөздер айтатын болды да. Сен бер жағын айтып жатсың, бір жерін сорасың, бүйтесің. Иә, ондай сөздер болды, ондай сөздер. Өте нашар, өте жаман сөздер айта бастайды ер азаматтар. Маған айтылды ондай сөздер. Сол ана адамның ішінде түйсігінде қалып қояды, обида болып қалып қояды. Сосын келесі күні кешірім сұрайды, оны кешірім сұрағанмен по-любому үшін, иә кешіресің, бірақ іште қалады, ол жинала береді да. Потом уже жаңағыдай шығып бастадым, 5 баладан кейін анда-мында шығамын қыздармен демалуға, клубқа. Мен би жақсы көремін қатты. Мен энергиям сол би болсам болды. Стрессімді, любой немді бимен шығарамын. Спокойно отыра алмаймын, музыка қосылсам тек билеп кетемін да. Сол үшін қыздармен демалып шығамын. Содан басталды. Шығасың, шықпайсың, басында бірақ жіберіп жүрді. Жіберетін. Қазір де жібереді жалпы, бірақ уже бұрын мазаламайтын. Қазір уже звондайды, мазалайды. Қазір сендер біргесіңдер ма? Қазір біргеміз пока.
Да ты что? Да. Кеше ғана жоқ болды деп отыр едім, бүгін болды ма? Біргесіңдер ма? Ну да. Но бірақ сен деген өзіңнің талаптарыңды қойдың ба? Талаптарымды қойдым, иә. Мен ажырасайық дедім, бірақ ол кетпеймін дейді. Кетпеймін деді, Кетпеймін дейді. сүйем деп тұр. Иә. До конца күресемін дейді. Күресемін дейді, сүйем, қолдаймын дейді, иә? Қолдаймын дейді. Өзгеремін дейді. Сосын тағы мен осы жерде енді айтып кеткім келеді. Мен өйткені каждый эфир біздің өте инсайтқа толы болғанын қалаймын да. Мен біздегі мынау әйелдер бар, өте тұйық. Мен оларды жасылдар деймін да. Мгм. Біз сияқты женская сексуальная энергияға толы әйелдерді, жеңіл әйелдерді Мгм. прям жек көріп тұрады. Көре алмай тұрады. И с ними так неприятно. Бір отырыста да отырсаң да Энергияң кетіп қалады ғой. иә. Бүйтіп осуждающий взгляд. Мгм. Мен айтамын да, мақұл, сен тұйық болсаң, жабық киінеді Мгм. екенсің. Ты такая правильная, но живи так. Себебі сен ана өмірде бізге жауап бермейсің, біз саған жауап бермейміз. Әр адам өзіне жауап береді, шынымен де. Сосын мен сіздерге тағы да бір түсіндіру үшін айтып кетейін. Әйелдер тип-типіне бөлінеді. Яғни жасыл, мен өзім инстаграм парақшамда айтқан болатынмын, тұйық әйелдер өте ауыр әйелдер. Олар жабықтау болады, Мгм. тұйықтау, аз сөйлейді, барынша өзін былай ұстайды ғой, сабырлы. Мгм. Музыкаға да билемейді, ән де айтпайды, енді білмеймін бар ғой қызығушылықтары не екенін. Сарылар болады, олар орташа әйелдер. Инабатты өзінің ұстайтын жерлерінде өзін ұстайды, билейтін жерде билейді. Но в основном ел жұрт не ойлайды деп өмір сүреді көбіне. Жасылдар, сарылар қарайды елге. Мгм. И қызыл типті келіншектер болады, біз сияқты яркая, позитивная, энергичная, жизнерадостная, сексуальная, ұшқалақтап жеңіл да, но бірақ бізді сол Керемет. ішінде бізді қоршаған адамдар ойлайды, мынау жеңіл деп Иә. біз күліп қаламыз қатты, бәлә деп қаламыз. Эмоцияны көрсетіп қаламыз. Эмоцияны көрсетіп қаламыз, өте эмоциональный боламыз біз деген. И қалаған киімімізді киеміз. Біздің главный жаңағыдай шектеу қоймаса болды да, біз өзіміздің өлетін жерімізді білеміз. Мысалы, біз билесек, егер иә, билеп тұрсақ, біз музыкадан кайфуем. Біз сендерге, ер азаматтар, ұнау үшін билемейміз, ұнау үшін осылай киінбейміз. Біз өздерімізге ұнау. Біз сондаймыз. Біз әйелдер, егер біз боянсақ, иә, осылай киінсек, біз бір-бірімізге жаңағыдай мотивация беру үшін, давай осылай киін. Біз бір-бірімізден жаңағыдай көрген кезде мотивация аламыз, өзімізден ләззат аламыз, өзімізге ұнаған соң киеміз. Басқа бір ер азаматтың көзіне түсу үшін емес, ұнау үшін емес, сіздерге қатты бір қателесесіздер. Бізде бұл бұрыннан келе жатырған, мен саған айтып кетейін ба? Кезінде енді ше, аузым сөз келмей қалды, енді айта берейінші. Бұрынғы заманда да осындай яркая, жизнерадостная, сексуальная әйелдер болған, дауыстары сыңғырлап алыстан естіп тұратын. Ондай әйелдерге ер азаматтар құмартып тұрады. Өйткені әйелден энергия алады ғой еркек ше. Әйелдік энергия алған кезде ода либидо өседі. Сол үшін біздің маңымызда ер азаматтар көп жүреді негізінде. Ол кезде де бұрынғы заманда осындай әйелдерді ведьма деп өртейтін болған ғой. Отқа салып ше. Әдемі, сұлу, энергичный, сексуальный, привлекательный әйелдерді өртейтін болған. Өйткені ол жерде ауылда шум көтеретін ауыр әйелдер болатын. Еркегін қызғанатын, вниманиясын жек көретін. Даже Белучидің өзінде фильмінде айтады ғой, мен өмірімнен алынған деп. Шынымен де өтіп бара жатырған жерінен біреудің еркегі қарап қойды, оның әйелі келеді екен да, шашын жұлып жаңағы жерде тепкілеп, барынша түріңе ше, бүткіл сұлулығыңды, энергияңды алып алғысы келеді, өшіріп тастағысы келеді да. Так что біз бармыз, біз всегда боламыз осындай әйелдер, осындай типтегі әйелдер. Но бірақтан да біз бір сендердің еркектерің бізге қызық емес, өзіміздің ер азаматтарымыз бар қасымызда. Біз сияқты әйелді көтере алатын ер азамат болады біздің қасымызда. Знаешь что? Неге біз сияқты әйелдерді қорқады көбіне? Инабатты, ибалы дейміз ғой, үйге удобный әйелді алады да, чтобы олар удобный ғой. Біз сияқты кием деп, онымен ұрыспайды, дұрыс па? Ки деді ма кет, жат деді ма жатады. А бізде что? Когда біздің өзіміздің границамызды өткен кезде біз оны жек көреміз. Біз қалағанымызша киінгіміз келеді, қалаған жұмысымыз жасағымыз келеді. Но бірақ біз тупой емеспіз да. Амушкасына ие боламайтын, как есть айтайын. Ауыр болса да.
біз ақымақ емеспіз, мы просто біз еркінбіз. Мгм. Иә, осы жерден енді қарашы, еркегің, күйеуің, иә, Мгм. жақсы көремін сені қолдаймын, сенсіз өмір сүре алмаймын деп қайта саған қосылды ғой. Иә. Но бірақ сендегі талаптар қандай болды? Талаптар сол жұмыс жағынан, табыс табуынан, сосын жаңағы артық іс қимылдары, потому что оның бір рет ұрып соққаны болды. М, И то чисто случайно. Ол жұмыс жасамай қалды. Жұмысы болмай қалды да. мгм, Жұмысы болмаған кезде мен жұмысқа шығып жүрдім, салонда жұмыс жасап жүрдім. Мен жұмыс жасағанымды ол көтере алмай жүрді, потому что үйде отырып қалды ол. мгм, Ер адам негізі үйде отыра алмайды ол. мгм, Үйде отырып қалды, мен жұмыс жасап жүрдім. Жұмыстан шығып келіп, жаңа достарымыздың үйіне баратын болдық қонақтыққа. Қонақтыққа барып, ол жақта кішкене ішкен, ішіп келіп, жаңа үйге келіп маған айтады, әйел адам жұмыс жасамау керек. Үйде отыру керек дейді. мгм, Сен үйде отыру керексің дейді. Мен айтамын, сосын мен үйде отырсам, сен үйде отырсаң, бала шағамызды кім асырайды деп. Мысалы, бәрі жұмыс жасап отыр ғой. Сенің мамаң да жұмыс жасайды, мысалы. Сен мамаңа айтпайсың ғой жұмыс жасама деп едім. Сол кезде уже мамасын айтқан кезде мен бірақ жаман сөз айтқан жоқпын. Көзі көрмей қалды да, кішкене ішімдік толғаннан кейін ұрып тастады мені. Ұрған кезде қылғындырып мені талдырып тастады и тамағыма пышақ та қалды. Сол кезде бірақ мен оның алдында истерить ететін. Сол кезде именно пышақта қалған кезде мен сөйлемедім. Үндемей бетіне қарап, сенікі дұрыс деп үндемей тұрдым. Себебі сыртқа шығып кетсе екен деп ойладым да. Себебі бас жағымда балам тұрды, көріп тұрды да көзбен. салфетка бар ма? Кішкентай балам тұрғасын, қазір мен вдруг өліп кетсем, бала шағама кім қарайды деп та. Үндемей тұрдым, күттім. Ішімнен тілеп жаттым. Потому что мені жатқызып тастаған жерге. Мгм, Қылғындырып тамағын басып тұр, қолын бүйтіп ұстап тұрмын мен. Уже ізі қалып қойған бүйтіп. Ол шығып кетеді сыртқа. мгм, Резко барам да есікті жауып аламын сразу. Құлтап тастаймын. 2 сағаттан кейін келеді есік соғып. Уже кішкене есін жиып алған да. Есік аш дейді. Мен уже қорқып қалғанмын. Оны тағы да 4-ші балам бар, 5 жастағы. Сол көріп қойғанда, ар жаққа барып диванның астына кіріп кетіп жылап жатыр бақырып. Сосын 2 сағаттан кейін келді, есік аш деді, ашпадым. Кетіп қалды. Келесі күні келді, мен уже адан кейін заттарын бәрін сумкасына салып жинап бердім. Ол күткен жоқ. Мен сөйтіп істейді деп. Бар дедім. Болды. Сен бір қол көтердің ба, сен до конца қол көтересің деп. 4 күн үйге келген жоқ. 4-ші күн дегенде жаңа достарын жіберді, келіп сөйлесті менімен, солар арқылы менен кешірім алғысы келді. Мен берген жоқпын. 4 күннен кейін келгеннен кейін сөйлестік, мгм, қайталамаймын деді. Енді бала шағамды ойлағаннан кейін жақсы дедім. Кешірдім мен. Кешірдік, содан кейін келесі күні бала шағамызды жаңағы неге апаратын болдық? Ойын-сауық кешіне апаратын болдық. Сол кезде мені ойнап көтереді да, көтерген кезде жаңағы 5-ші 5 жастағы балам бақырып жылайды. Не болды десек, қазір папа маманы ұрады. Маманы ұрады деп жылап жатыр да уже. Соны көріп күйеуім бұрыс болып қалды да, андай біртүрлі болып баладан нетіп қалды да, баладан кешірім сұрап жатыр да, уже все. Енді мен сенің мамаңа бірдей қол саусағым тимейді. Енді ұрмаймын деп. Содан кейін ұрған жоқ. Сол бір моментте болды тек. мен Бірақ өзім сонда да кешірдім мен. бұрынғы өмірім көз алдыма дәл осындай оқиғалар менің басымнан өткен ғой. Бірінші күйеуіммен прям өзімді елестетіп кеттім қатты. Ол балаға деген үлкен стресс. Ол қазір ұмыта алмайды. Еще мен келесі күні жұмысқа баруым, салонда жұмыс жасаймын ғой енді мен. Мен бетім бәрі синяк, ісіп кеткен. Салонның уже клиенттерімді алып қойғам. Бірақ жұмысқа барам. Бетімді әдемі макияж жасау болсын, тоналка бет жауып бүйтіп бардым, бірақ ішінде қыздар байқап қалды, бетің ісіп тұр ғой, не болды деп та. Мен уже эмоциям келіп тұр да. Не болды, жүрші деді. Уборный алып кетті. Бір отырып екеуміз жылап алдық. Сосын шықтым, уже клиентім келіп тұрғаннан кейін мен сразу өзімді жинап алдым да. Дым болмағанда клиенттермен әңгімені айтып, дым болмағанда жүре бердім. Бірінші күн бүлінген жоқ, екінші күн уже бетімде синяктардың бәрі білініп бастады. Уже клиенттерім айтып бастады.
назымның күйеуі ұрған ба не Ол болған сені жұдырықтап ұрды ма? жұдырықтап ұрды, қылғындырды, жұдырықтады, ана бетімнің бәрі синяк болған. Мамасын айтқан кезде сен Иә. мамаң жұмыс жасайды ғой деп. Иә, соған. Потом барып есіне айтса, қайта ол уже мойындады, что мен ешқандай ештеңе айтқан жоқпын, ол мамасы туралы артық ештеңе айтқан жоқпын. Өзінің мамасымен бір нелері бар ау. Реттелмеген бір әңгімелері, Бір обидасы бар шығар. обидасы бар ол. Себебі оларды да қозғағым келмейді. Енді бұл не да, кішкентайынан әке шешесі қасында болмаған, ата әжесінің қолында болған да, мама папасы жұмыс жасап жүрген. Содан кейін может хочет, чтобы бала шағамның қасында мен болғанымды, может, жұмыс жасамай. Яғни өзі кезінде бір сондай бір ситуацияны көрген ба басында, мен оны білмеймін ғой, мен солай ойлаймын өзім. Өйткені тектен тек сол сенің де мамаң жұмыс жасайды ғой деген сөзге Сол бір бірден ашуға артық баспайды. бір не айтсам, өзім күнәмді мойындар едім. Бірақ ондай ештеңе айтқан жоқпын. Вот именно сол сөз үшін резко атылып кетті. Атылып, өзім түсінбей қалдым. Күткен жоқпын себебі. Оның алдында қол былай итеріп, там жұлқылайтын болады ғой енді, бірақ айтып өйтіп ұрған кез болған жоқ. Бірінші рет сондай болды. Содан уже кішкене уже айлап менде көңіл суи бастады. Суи бастады. Одан кейін де қатты ауырып 2 күн ба үйде приступпен жатқанмын асқазанымнан. Балам да ауырып жатыр, и ол достарымен демалады. Шашлык дейді, там бірдеңе кетіп қалады. 2 күн үйге келмейді. 2 күн мен приступпен үйде жатырмын. Мен звондаймын, мен ауырып жатырмын қатты. Келе қойшы деймін да. Ол ішіп жаңағы жүре береді до конца. Сол кезде қатты көңілім қалған сондай. Не істеп жүрмін мен үшін сонда кімнің жанын ашиды деген сияқты болды да. И содан кейін мен суып бастадым күйеуіме. Мен бар ғой, әрең өзімді ұстап отырмын да, шыдамай. Сен сонда неге қосылып тұрсың? Қайта? Сені жақсы көреді деп ойлайсың ба? Бала шағам үшін деп ойлаймын. Бірақ жақсы әке ма? Жақсы әке. Сонда сен бала шаға үшін өз өміріңді қиюға дайынсың ба? Мен үйдегілерді де ойлаймын. Папам ауырады давлениемен. Өзімнің апам да ауырады. Бәрін ойлап қазір стрессте жүргенім бар негізі. Бірақ сонда да андай мен көрсетпеймін да ешкіме. Ойлайды, мынаның проблемасы жоқ. Күшті ол жүргіз. Потому что біз көрсетпейміз оны. Біреуге барып жаловаться етпейміз, проблемамызды айтпаймыз, бәрі күшті ол деген сияқты. Апам, жаңа сестрам бар, папам бар. Соның бәрін ойлаймын да, сол үшін зачем бәрін басына проблема қылып та, өзіме бәрінде так проблема болып отқаннан кейін. Соның бәрін ойлап қой, болмайды. Потому что оларға менің күйеуім бірден-бір минусын білмейді. Мен ешкімге күйеуімді жамандаған адам емеспін. Ол жамандық емес, ол шындық қой енді. Иә, бірақ айтқан емеспін. Айтпаған. Қиналып жатырмын, ойнап кетті, бүйтіп кетті, сөйтіп кетті деп вообще айтпағанмын. Себебі үйдің ішінде бізде күйеуімді қатты сыйлайды, қатты жақсы көреді. Мен ауылыма барсам, мені ұмытып кетеді. Мен бармын ба, жоқпын ба, жаңа жолдасым тек дархан деумен болады да, болды. Сол жақсы көреді. Қатты сыйлайды, иә? Қатты сыйлайды. Тағы да давай осы жерде екеуміз бір келістік қой, шынайы жауап береміз бір-бірімізге деп. Бала шағаң үшін қосылдым дейсің, тағы да не үшін сен қайта қосылдың? Сол негізі басты себеп сол бала шаға. Бір жағынан оның көңілі де бар. Себебі өзі де айтатын, если сен кетсең, менде смысл жоқ дейді. Өз-өзіне бірдеңе істеп қоя ма деп те қорқам кейде. Істеу мүмкін бе? Қалай ойлайсың? Мүмкін деп ойлаймын, білмеймін енді. Былай өзі де айтады негізі. Сен әлі де қатты сүйесің ба? Мүмкін. Өзім де білмеймін, честно. Ты не думаешь, бұл зависимые отношения? Может быть. Өйткені сен ойлашы, қазір біз Бишімбаевтың ситуациясынан кейін, болған оқиғадан кейін, қаншама әйелдер оянуда. Мен болды деп, мен өліп кеткім келмейді деп, қаншама әйелдер есін жиды. Негізінде үлкен бір сабақ болды. Үлкен, ойланарлықтай. Әйелдер, ол мынау мысалы бізге резонанс болып барлығымыз білдік, бүткіл Қазақстан, не только Қазақстан, по всему миру барлығы бұл жаңалықты естігеннен кейін білді, шошыды, барлығы есін жиды, қаншама келіншектер осы оқиғаны ашып айтты. Біз сияқты келіншектер мысалы есіңді жи деп ұрандатып келеміз де,
өйткені сенің өміріңнен артығы жоқ, өзіңді сүйіп бағалашы деп. Никто не имеет права, алла тағала дүниеге алып келді ма, сен өзіңнің тағдырың бойынша, өзіңнің жасқа келіп қайтыс боласың да, никто не имеет права ұрып өлтіріп тастауға да. Енді осыны көре отыра қалай деймін да, осындай ситуация болды сенде. Мен ойладым, шапалақ шапалақ болсын, ұрсын, қол көтерсін, ол жерде уже өмір сүрудің қажет жоқ. Шынымен де. Бұл жерде уже өмірге деген зиянын келтіріп тұр. Мен просто сөзіне сендім деп ойласам, баласына берген сөзі, маған берген сөзі болғаннан, енді ұрмаймын деген сөз болғаннан кейін соған сендім. Бірақ айттым уже, егер енді қолың тисе, ренжіме дедім. Мен сені ұстамаймын, жіберемін дедім. Содан кейін ол уже ойланды деп ойлаймын. Бірақ әлі қызғаныш бар. Әлі күнге дейін жаңа инстаграмна біреулер жазады, маған ватсапқа шығатындар бар. Инстаграмны мен рабочий қылып салып қойғанмын. Ватсапқа шығатын еркектер бар. Танысайықшы, кездесейікші дейтіндер көп. Жаңа басында айтып едім. Бір әйел маған жазады. Негізі таниды мені бұрын, менің клиентім болған. Назым, менің күйеуім сені күні түні қарайды дейді. Күні түні инстаграмнан да, тиктоктан да қарайтын сен дейді. Бірақ оның күйеуі жаңа маған жазған екен. Сосын мен оны алып таныспаймын, блокқа салып тастағам. Сосын айтып тұр да, сен менде шығып тұрсың, сенің саған еще звондаған дейді, түннің үшінде дейді. Бірақ маған біреу скрытый звондаған, мен көтерген кезде там 5-6 секунд үндемеген да. Соны детализациядан ана әйелі қараған болып тұр ғой. Сол кісіні тексерген, детализацияда жаңа менің номерім шығып тұр екен. Сөйтіп айтып тұр, саған звондапты осындай уақытта. Сені күні түні қарайды инстаграмнан. Менің күйеуім саған ғашық дейді. Менің күйеуім саған ғашық, сен 5 баламен де алайын деп тұр ол дейді. Маған менің күйеуімнің бақытты болғаны керек дейді. Не дейді? Маған менің күйеуімнің бақытты болғаны керек дейді. Ойбай қысқа. Бірақ өзінің 2 қызы бар, үшіншісіне аяғы ауыр босанайын деп жүрген келіншек. Мына бейшараларға не болды қыздың, еркектің соңында өле қала енді. Оның бақытты болғаны қажет, сені сүйеді екен. В чем проблема? Бастарың істемей ма сендердің? Қалай бақытты? Сен қашан бақытты боласың? Еркектеріңді бақытты қылып шаршаған жоқсыңдар ма? Қатырат келсіңдер бар ғой. Сосын ары қарай? Сосын мен сенің күйеуіңді танымаймын. Вообще көргенде жоқпын мен оны вообще. Бірақ мен соны аңдыған кезде болған екен, мен жұмыс орнымда да біледі екен, сол жақта көп жүреді дейді. Біразға дейін жазып жүрді әйелі маған. Сөйтіп қайта саған жазама, саған звондай ма депті. Жоқ, маған ешкім звондамайды. Скрытыймен біреулер соғады, бірақ мен кім екенін білмеймін ғой енді. Бірақ сенің номерің тұрады детализация деп тұр. Соңғы уақытта қойды. Өзі қандай келіншек ол? Примерно сырттай. Үйден шықпайтын. Үйде отыратын. Удобная женщина, да? Сен көрдің ба, оның еркегі бәрі бірде инабатты ибалы болса да, екі көзі ода емес. Сен де. Ұстасына түссе де, оған қарап тұрған жоқ та ол. Әйелін үйіне отырғызып тастап тұр да өзі. Өзі басып тастап отыр, бірақтан да біз сияқты деген қатындарға қарайды да. Көзі түседі, қалайды, еще сен 4 балаңмен алғысы келіп отыр. Менде жақында бір ситуация болды даже. Сырттан 2 жыл бұрын ұнатып жүрген адам бар екен мені. Оны чисто случайно білемін. Бір заведениеде отырамын, подружкамен, сосын келесі заведение барайықшы дейді да, барсам жаңа заведение, ана жігіт жүр екен. Келіп алып, Назым, не істеп жүрсің мына жақта дейді. Сосын не болды деймін. Жүрмеш, сен жүретін жер емес дейді да. Үйге апарып тастайыншы сені үйге дейді. Сенен сұраймын, мен қаяқта жүрді, саған бәрі емес пе енді. Грубо боқтап жібердім да. Жоқ, бәрі емес дейді. Сосын насильно мені ратта охранаға айтып шығарып жіберді заведениеден. Сүйреп. Мен далада қалып қоямын. Сен билеуге келген жоқсың ба? Билеуге келіп тұрған адам шығарып жіберді да. Өзі насильно машинаға отырғызып алады да, апарып тастайын дейді үйге. Мен дейтін ондайға көнетін адам емеспін ғой. Туылесіп ана машинадан түсіп кетемін. Түсіп кетемін. Ішке кірейін десем, жаңа қыздарыма кіргізбейді. Почему-то логиканы түсінбедім. Ол кім вообще? Ол вообще сырттағы білмеймін, мен танымайтын адам. Өле? Но инстаграмнан көріп жүрген адам мені. Былай да өмірде көріп жүрген, Сосын танысыма танысымды шақырамын. Танысыма айтамын, мынау жынды ма, неме, мынау маньяк емес па деймін да. Сөйтсе танысы болып шығады екен, сол айтады, не үшін тиісесің сен оған десе, мен оны 2 жылдан бері ұнатып жүрген адаммын дейді. Сен жындысың ба? Ол дейтін біреудің қатыны ғой, 5 бала шағасы бар, жындысың ба десе, иә білемін деп айтады.
прикольно. Сен вообще кәдімгі ер азаматтар, не только күйеуің, ер азаматтар болып қызғанады десейші. Иә, сонысына түсінбедім мен, бар ондай. Қатырады. Маған көп ондай келетін. Там тоқалым бол дейді да, біреу Мә? ажырасып кетші, мен сені алып кетемін дейтіндер бар. Мен сені қазір-ақ аламын дейтіндер бар. Ондай жетеді. Сен үшін барлығына дайын Иә, тұрғандар. біреулер бар просто кезіп свободное отношение. Ага. Сондай қылып айтады да, бірақ Иә. ешкімді қабылдап, ешкіммен сөйлескен жоқпын да, мен оған это не знаю, ондай дұрыс емес деп ойлаймын, өз понятием бойынша. Сен бәрібір келіспейсің ғой. Мен сен Иә. біліп тұрмын ғой. Сен қарашы сөзге несін да мен сияқты көп сөйлеп қалмағансың ғой. Сен айта алмай тұрсың да. Біз сияқты қатындар бізге керек жоқсыңдар сендер. Пихат ете береді жаңағы ше. Иә. Көрмет па, что там деп ше. Нахуй керексің бізге? Біз өзіміз красиво живем, да? Мы для себя живем. Иә, ойлайды біз бүйтіп кейін ана төсек қалап тұр. Бір періп қайтпасам аш сияқты ғой, санын көрсетіп апты, ой деп ше. Біз өзіміз үшін киінеміз, құрсын қойшы. Чырақ деймін да. Сонымен сен еще сондай мықты ухажерлар, иә, күшті, который просто сенімен сөйлескісі келетін, иә, сенің алдына барлығында бүйтіп алып келетін ер азаматтар көп болды, жазатын. Сен олармен сөйлескен жоқсың бірақ? Сен күйеуің таңдаптым, иә. Какая ты верная жена. Бізде ойлайды ғой, ана, осы жерде күшті әңгіме болды, негіз бар. Көп сөйледі деп айтпашы, кім басында айтпашы, өзім подкастым өзім білемін. Айтады да, біз сияқты әйелдер жүргіштеп жаңағы ойлайды ғой енді, жеңіл деп. Өз бір жеріне ие бола алмайды деп. Негізінде, по факту, мен сіздерге айтайын. Маған қаншама келіншектер жазады. Изменаның көбісі тұйық әйелдерден болады. Үйден шықпайды. Не би көрмейді, не ештеңе. Бір свобода көріп қалды, кетті аттың басын жіберді. Үйге келіп істерін істейді да, спокойно. Ешкім ештеңе білмейді. Біз көрініп қаламыз. Біз любой жаққа шықсақ, біз көрініп қаламыз. Біз айтамыз ғой. Тығылып жүрмейміз біз, потому что ашық жүреміз да. Демалатын жерге демалып, баратын жерге барып, билейтін жерге билеп та. А ондай әйелдер үндемейді. Красиво істейді ғой. Білмейсің да оның ондай істеп жүргенде. Маған жазады, мама, қарайсың түріне, вообще не скажешь. Маған бірде-бір біз сияқты қыздар жазбапты, міне, шын айтайын сіздерге. Бүйтіп ше, кірсең бүйтіп, мен измена жасадым байма деп бүйтіп тұрған бір келіншекті көрмедім мен. Сосын жаңағы именно сондай әйелдер жаңағыдай өсек бастап мен туралы мысалы айтады, любовнигі бар. Бай любовник ұстап алған назым деп та. Өсектер шығарады. Иә, сосын мен айтамын, Айдан несі бар ғой сөзі. Извините, простите, где моя машина? Где мой дом? Сол айтамын. Где деньги? Сол айтамын. А почему я пахаю десей с утра до ночи? Мен мысалы күйеуіме үйде отырсам да жұмыс жасағам, мен салонда шықпасам да үйде де былай всегда поддерживала. Оған көмектескім келді. Финанс жағынан да көмектесіп жүрдім мен. Ол когда не справлялся, содан үйде қырып отырмайтын мен всегда. Жұмыс тауып алатын всегда. Ақша тауып, кредитін жапсам да, бала шағамды кендірсем де, оған бірдеңе алып берсем де, мысалы сөйтіп жүрген адаммын да. Кімге бірдеңе алып берсең де байыңа? Күйеуіме де. Бір семья болғасын, ол жұмыста болмаған кезде, өзге стаканса түрің оттай береді деп тұрсың ба, әлі ішкі жан дүниені әлі күйеуіме алып бердің. Не қыласың оған апай, ол саған алып берсін. Мен, честно, осы уақытқа дейін ештеңе требовать етпедім күйеуімнен. А надо было? Вообще 0. И нормально, күтесің. Соңғы жақта мен уже требовать етіп бастағанда, сен инстаграмға тойып алыпсың дейді маған. Инстаграмда идеальный өмірді көріп, сен солар тойып алыпсың, тебе бәрі андай алып беріп жатыр, сен сондай требовать етіп жүрсің сен. Кім кінәлі? Инстаграм кінәлі. Почему-то. Мен бұрыннан хотела, просто я молчала. Сен жағдайыңа қарадым, жағдайың жоқ болып тұрғасын, мен қалай требовать етемін сенен деп. Я же тоже женщина, я же тоже хочу. Талап алсам, мен неге алмасқа, я недостойна, что ли, деп сөйтіп айтамын. Жоқ, сен инстаграмға тойып алғансың. Осының бәрі өзгереді, когда ты реально себя полюбишь на 100% и өзіңді таңдайсың ғой, 100%. Мен қазір өзімді уже таңдадым. Таңдап я уже требую. Соңғы 13 жыл үйленгенде болғанда, үйленгеніміз 13 жыл болған кезде мен айттым, 13 жыл болды ғой дедім. Если сен бір подарксыз, бір гүлмен келмесең, онда ренжіме, мен ренжеймін дедім. Айттым, келесі күні келді. Гүлімен, подарксымен, алтынмен келді. Айтқаннан кейін. Потому что айттым, мен ренжеймін дедім. Содан сөйтіп келді. Қазір уже требовать етемін мен. Дұрыс.
бұрын үндемейтінмін. Жағдайына қарап кішкене түсінейінші, жағдайы ғой, мысалы несі ғой деп та ешқайда бармайтынмын. Бір төркініме бармағаныма, мысалы Атырау ғой былай қараса, 11 жыл болды. Өз төркіме бармағаным, өз үйіме бармағаныма. 11 жыл? 11 жыл. Неге? Папам келіп тұрады, мамам қайтқан. Папам ағаларым арасында келіп тұрады, но мен өзім барған жоқпын. Потому что мен жазда ешқайда шықпаймын, мен жұмыс жасаймын. Жұмыс жасап, балалар сабаққа дайындайсың, нетесің, сөйтіп жүресің, жұмыспен кіріп кетемін жұмысқа. Сода жазда босамаймын. Қалғанда уже сентябрь басталып кеткеннен кейін уже балалар сабақта болғасын сірә бармаймын. Сөйтіп қалып қойып жүрдім. Күйеуің сені просто бір жерге қыдыруға хотя бы мен шетелдемей ақ Мен қояйыншы. Алматыға бірінші рет келіп тұрмын өзім. Жалғыз өзім бүйтіп жолға шығып тұрған. Мен бала шағамды бір рет болса бір күнге тастап көрмеген адаммын. Мә. И бүгін мені аэропортқа шығарып тастап жатыр да. Айтады, бір түсті болып тұрмын дейді. Мен айтамын, бір күнге сен бір түсті болып тұрсың. Ладно, бір айға емес, бір күнге. Уже көз қарасынан бәрі білініп тұр да. Бір түсті болып тұрмын. Бір күнде барамын да келемін деймін да. Соның өзіне. Мен шетел аралап кетсем білмеймін не болатынын. Қатырады, иә? Бір түсті болып тұрмын деп ше. Мен вообще екі түсті болып тұрмын. Қашан мен бір жерге апардың деп айтпайсың ба? Мен жүрсем байына шаш ағарып өлсін ана жағы жерде ше. Мына біреу қатын немене өзгеріп кетті ғой, өзімнің қатыным қайда деп ше. Өйткені сұрай бересің ғой. Мозгасын тоңқайта бересің. Максимально неудобно боласың. Қазір неудобно, рас. Істегім келмей қойшы, істемеймін деймін. Киім келеді, развивать етіп шығамын жетін, шығам. Шықпай ақ қойшы, жоқ, шыққым келіп тұр деймін. Шыққаның бір бөлек, ол сені бір жерге апару керек қой. Сен сияқты әйелді алақанына бүйтіп отырып ұстау керек. Мен саған айтайын бар ғой. Как деймін да? Енді шынымен күйеуім көріп отырса да ренжімесін. Апармағасын шығар, может сөйтпей өзім шығып кететін. Конечно, апармағаннан кейін шығасың сен. Вообще негізінде бар ғой, құр сөз ғой, бізде көп ер азаматтардікі сүйем күйем, хочешь жұлдыз алып берем деп ше. Пью деп ше, жұлдызды әперіп сені ше. Құр сөзбен тойдырады ғой. Бір іс ше, қайда? Іс әрекетті біз жақсы көреміз. Шынымен де. Сүйема, пожалуйста, подаркасын берсін, сүйема көмектессін үй тіршілігіне, сүйема сені апарсын, хотя бы Алакөлге. В чем проблема деймін да? Ну, жақсы, жаман адам деп те айтпаймын, но поддерживает. Көмектеседі, любой шаруаға, ана бүйтіп келсейші, мына жетіп келсейші, мынаны істеп бере қойсайшы деген кезде, оның бәрін істейді. Ол жағынан проблема жоқ, бала шаға жағынан болсын. Но жаңағыдай кешегі жақында случай болды ғой бізде енді. Содан кейін сөз берді енді, өзгеремін, тырысамын, табамын деп сөзін берді. Мен саған айтайын ба, өзгерістің ең бірінші қадамын. Осы подкастты полностью қабылдаса, саған ләм дейм демей. Мен заранее осы жолға шыққан кезде айттым. Не деп? Сен ренжисің ба дедім. Иә. Мен қазір артық айтатын әңгімелерім болып қалуы мүмкін. Сен жағынан болсын, туыстарың жағынан болсын. Ренжисің ба? Ренжимін деп айт сразу дедім. Жоқ, кім бәрібір ғой, қазір кім үшін кім өмір сүреді, өзіңше өмір сүр. Не айтқың келеді, соны айт деді. Сөйтіп айтты. Қолдады? Қолдады. Содан кейін уже смело айтып отқаным сол. Басында қорықтым, не айтам, не қоям. Артық бірдеңе айтып қойсам, ренжітіп қоймайын ба деген сөздер болды да, ойлар болды да. Бірақ бетпе-бет сөйлестім мен. Если қазір сен я деп алып, артынан неге айттың деген әңгіме болмасын деген сияқты. Иә. Дұрыс. Келісті, рұқсатын берді. Қызық. Ары қарай енді қалай не болып жатыр өзі? Не өзгерістер тағы? Өзгеріс сол, қазіргі көп нелеріме нетпейді, жаңағыдай запрет көп қоймайды. Киіміме, образыма, басында видеоларыма қарсы болатын негізі. Неге өйтіп түсесің, неге бүйтіп майысып түсесің, бүйтіп түсесің деп. Қазір уже үйренді. Бұрын даже макияжға, нетке элементарно ұрысып болатын бізде. Бәріне көнді. Уже жақсы. Негізі өз дегенінен қайтпайтын келіншек екенсің. Мен шақырғанымның да себебі осы, өйткені мен парақшаңа кіріп қалдым да, даже менде ондай видео жоқ. Менде ондай видео жоқ. Мен қысылмаймын. Қысылмайды екенсің, ашық екенсің. И мен ойладым, мә деп, қасындағы ер азаматты қалай типа поддерживает ее. Басында қарсы болды, потом уже ол қосылып бірге түсті ғой даже. Смотри, еще қарсы болсын болмасын, сен өзің дегенің істеп тұрсың ғой бәрі. Түсіріп тұрмын соны, бәрі таң қалады ғой. Күйеуің қалай түсіп тұр сенімен бірге деп. Сендегі бір плюсың сол екен да, кәдімгі өз дегенінен кәдімгі қайтпайды екенсің. Бірақ сен айтшы енді, елдің бәрі ойлайды ғой, сені келіншектер көре алмайды, ер азаматтар сені қалайды. Бірақтан да
кім үшін осы видеолар ашық, еркін осындай видеолар кім Өзіме үшін? ұнайды. Өзіңе Өзімнің ұнайды. еркіндігімді солай көрсеткім келеді. Мм, Өзімді солай комфортно сезінемін да. мгм. Менде қысылу дейтін жоқ. Плюс Дерзкий өзім, иә, образдармен. өзіме ұнайды білмеймін дерзкий образдар. Өзімді ашқан жақсы көремін. Мм. Өзімнің контентімді инстаграмда мен чисто хобби ретінде жүргіземін мысалы. Мысалы саған шабыт не береді инстаграмда? Шабыт өзіме шабыт беремін негізі. Қойшы. Мысалы маған шабыт береді келіншектер. Менен ана рамкада ғой қазір Мгм, көбісі шеңберден мгм. шықпайды ғой. А когда мен шығып кеткенмін ғой уже, Мгм, ол менің свободама қызығады да, разве она так, она так мгм. могла, я тоже смогу деген сияқты, қалай қорықпайды елдің сөзінен деген сияқты. Яғни мен біреуге шабыт беремін Мгм. да. Типа қорықпа, өміріңді сүр, Менде еркін. келіншектер болады мысалы. Жасат Мгм, назым, давай бірге шығайықшы, мм. араласайықшы, дос болайықшы, қасыңа алып шықшы. Мен айтамын, алып шығып ертең күйеуің мені Иә, ана жерге апарып тастар. иә. Былай қараса ертең мен кінәлі болып қаламын ғой деп та. Мгм. Қатынды бүйтіп үйретіп тастапсың деп, біреудің қатынына бәлем болармын деп. Керек емес деп көп қыздар жазады негізі. Араласайықшы, шығайықшы, сенімен бірге жүргім келеді, сен сияқты болғым келеді, сен сияқты видео түсіргім келеді, бірақ кигізбейді, түсіргізбейді деп айтады. Көп келіншектер. Көрдің ба, сенің еркіндігіңде шабыт беріп тұр ғой. Жаңаның өзінде кетіп бара жатырмын ғой енді, көп қыздар жазады. Назым, давай біз істемегенді сен істеші. Жандарым ау, хотя бы сырттарынан қызығып Иә. сөйтіп Біреулер қарайықшы деп. енді жақсы жағына істей алмағасын нетеді да, хотят, а біреулер оны көре алмайды. Иә. Наоборот, фу, не істеп жүр мынау, ұялмай ма, 5 баласы бар, ақылы жоқ, ақыл кіре ма десем, жасы болса 35-те, не істеп жүр, бір жерін ашып деп. Мен даже элементарно клубтарға бір жерге барсам, мен 35 демейді. Мгм. Артымнан жүгіріп келіп, можно вас удостоверение деп сұрап тұрады. Вам есть 18 деп сұрап тұрады. Ме? Сөйтеді. Мгм. Сосын удостоверение көрсеткеннен кейін, серьезно деп сосын кетіп қалады уже. Қарашы, әйелдік энергия максимально адамды жасартады ғой, Иә. кәдімгідей ше. Налегке деп жүрген. Сөйтіп жүргесін жас қыз деп ойлайды көбі. Мен андай еще өзім возрастым сай киінбеймін. Жастар сияқты Иә. киінемін. Андай ұнамайды. Мені жабыстырып алып сөйтіп киген фигурамды көрсетіп сөйтіп жүрген жақсы көремін. Бүйтіп мешок киіп бүйтіп жүре алмайды екенмін. Сосын любой жерде мен кіріп бара жатқан кезде андай подиумға кіріп бара жатқан сияқты. Внимание. Адамда әйел адамда негізі бірінші рет уверенность болу керек. Иә. Самооценкасы жоғары болу керек. Хоть сен толық бол, арық бол, кеудең болсын, болмасын. Біреулер ойбай мен кеудем бар, кеудем жоқ деп Мгм. өздерінде комплекс ұстайды да, Мгм. өзін еркін ұстай алмайды. Иә. Бүйтіп жан жағын бүйтіп жауып жүреді да. Мгм. Наоборот, кейбір қыздарды көремін, прям толық қыздар болады ғой, прям, Мгм. бірақ аналардан андай самооценка ұрып тұрады да. Иә. Билеген кезде прям аузын Шүберек. ашып, ана күліп қарап тұрасың да, кәдімгі молодец деп та. Мгм. Мен сондаймын өзім, самооценкам өзімнен жоғары да. Любой жерге кіріп барсам, тарс бүйтіп өтем да. И уже сразу мен байқаймын, не то что жігіттер, ер адамдар, қыздар қарайды да. Мгм. Бүйтіп қарап сөйтеді. Сөйтіп жүремін өзім. Ярко кірген жақсы көремін любой жерге. Мм. Ярко шығып, ярко кірген жақсы көремін. Айттым ғой, Внимание жақсы көремін. внимание жақсы көреміз, иә, біздер сондаймыз Внимание енді. Кеше бағана енді қызық бір нәрсе есіме түсіп кетті. Жаңа сен адресті 100 рет сұрадың ғой. Сосын бүйтеді да, қарашы қызық мына жерде. Мен отырмын ғой машинаның алдында. Күйеуім айтады да, немене адрес таппайды, точно 33-кі ма дейді. Мен айтамын, 33-кі 100%. Неге дейді да, потому что 33-кілер именно пространство, бір жер табу, документация. Неге Мы қарамаймыз? тупенькие. Біз елестетші, бізді блондинка деп деймін да. Мы только себя, біз өзімізді ғана көреміз, басқа нәрсе көрмейміз ғой. Өтіп барады, терезе көріп Жолға да қарамаймыз ғой, барған жолымызға қарамаймыз. Иә. Қайтып келудің қай жақта жүрмін дейсің. Иә. Сонымен басымызды қатырмағаннан кейін Қатырмаймыз. біз жас көрінеміз содан да. Өйткені миымызды анау мынауға вообще қатырмаймыз. Айтшы. Мен даже микрорайон қай жақта жүрсің? Қайсы? Білмеймін. Таксиден сұраймын. Потому что Где мен мы деп. өзімді көргендей болдым ғой. Бір жерге барамын ба, таппаймын. Хорошо, только ассистент пайда. Ақша пайда болды, ассистент пайда болды, қыздар. Негізі, иә, бастарыңызды майда шүйдеге қатырмаңыздар, шынымен де. Өзімізге бірақ қатысты затқа біз өте мықтымыз. Иә? Иә. Ол обязательно. Иә. Блин, күшті бір ше. Өзім андай, өзімнің немде отырған сияқтымын. Өзім үйімде, мысалы мен даже өзімнің подкастым болса да, кейіпкерге де байланысты, ауыр болса, мен максимально өзім жабылып қаламын. Ол өзімді сақтау процесс деп есептеймін да. Өйткені мен қатты өз энергиямды аялаймын.
осындай бала Иә. ерке энергиямды кішкентай айданочканы мен сақтап отырамын да, Мгм. а когда ауыра келген кезде максимально Жауып мен қалады. энергияма влияет это и максимально жабыламын бүйтіп ше Мгм. қорғанып как будто бы. Сенде де сондай болады ма? Иә. Мен даже любой жерде отырыста күшті бүйтіп тұрасың, андай Мгм. негатив болса өзің бүйтіп қаласың да, бүйтіп не отырып М, қаласың уже. жалып Ештеңе қаласың дей кәдімгідей. алмай қаласың да уже. А если қасына қосылып, өзі одан сайын деп кете бересің да, қосылып алып. Адамға Иә, байланысты негізі энергия. Адамның энергиясы иә, жақсы болса, жақсы боласың. иә. Жаман болса, наоборот, энергияң өшіп қалады. Сен О. энергияңды сорып алған сияқты болады да. беріп тастайсың Мгм, уже. мгм, Мен салонда жұмыс жасаймын ғой, мысалы мгм, клиенттерім келеді, күшті клиенттерім болады, мгм. әңгімеңді жеріп қойып, макияжды қалай жасап тастағанын білмей қалып шашып Иә. жасап деп андай ауыр адамдар болады да. Мгм, Мына жерім не болып тұр, мына жерім не болып тұр, мгм, а уже ондай адамдарға қол да жүрмейді. м. Қолың да жүрмейді, істей де алмайсың, уже соңғысында бетіңді сыртып бара берші деп айтқың келеді. Иә, иә. Уже потому что одан кейінгі Қатты клиентті сен уже влияет, иә. қабылдай алмайсың, Мгм. сорып тастады, потому что энергияңды. Адам Вот. қатты влияет Сол деп. үшін максимально үйрететінім де сол ғой. Максимально жеңілдеуге тырысыңдаршы, Мгм. өтініш қыздар. Өмірлеріңді ауырлатып аласыңдар да, өздері көтере алмай Иә. жүреді жүктерін. Ауырлатып алады өйткені. Оны түсінгің келсе парақшаға, ой, кетші, ол түсіндірмеймін ештеңе. шыным келеді бар ғой. Айтайын десең, мысалы мен кейіпкерді шақырам. Осы жерде айтшы, шынайы ма, шынайы емес пе, подстанова деп ойлайды да Жоқ, көбісі. шынайы бәрі, ешқандай дайындықсыз, Мгм, ашық сұхбат. мгм. Мен и так басында да білгенмін оны. Иә. Ассистент те айтты, Мгм, бізде ешқандай не дайындамаймыз, текст ешқандай дайындық болмайды. Мен білем, ашық мгм. сұхбат екен. Біреулер айтады ғой, ана нелер шақырған, өтірік кеткен. Соны айтамын, бірдеңе айтады Адам маған. дейді, ондайды ойлап таппайды ғой. Адам ішіндегісін шығарып жатқан адам оны білмеймін, қанша дайындасаң да ол шынайы болмайды деп Иә, ойлаймын. иә, Дайындалып көрініп тұрады ол. иә. Как шынайы сұхбат болып жатыр бізде, как подружки. Иә, дейін рахмет. Вот осы сөздерің керек болды маған ше, барлығына айтып кеткенің. Енді қазір сенің мақсаттарың, армандарың қандай? Мақсат арман менде ең басты ол үйлі болу. М, Өзім сосын кішкене бизнес жағынан да көтерілгім келеді. Өзімді көтеріп, бала шағамды көтеріліп, более андай независим болғым келеді, ешкімнің қолына қарамайтындай болғым келеді. Почему сен арманыңды да айтқан кезде өзім көтерілгім келеді дейді? Сен ер азаматтың әлі де сенбейсің бе? Бар. Кішкене бар, сосын маған айтады, сен өзім деп қалыпсың ғой, соңғы уақытта өзім дейтін көп өзім деп айтатын болыпсың дейді. М, Ананы бүйтейінші сөйтейінші деп мен бұрын біз деп сөйлейтін едім, мен қазір өзім деп сөйлейтін оқығанмын. Соған ренжітсең неге өзім деп айтасың? мгм, Мысалы мен айтамын, машина алғым келеді, мен мгм, машина алғым келеді. Бұрын машинаға қызықпайтынмын, вообще ноль. мгм. Қазір машинаға қызығамын уже. Үйлі болғым келеді, үйлі нетейін десем, неге сен біз деп айтпайсың? Білмеймін, негізі бірақ мен өзім дегеннен қайтпайтын адаммын. Бірдеңе істеймін деймін ба, соны істеймін до конца. Оны жолдасым да біледі, сен білемін ғой сен қандай адам екенін. Сен по-любому істейсің дейді маған. Сол Иә. үшін мен соған жеткім келеді өз еңбегіммен. Қазір бізде енді блогерлер, нелер деп бөлінеді ғой. Мгм, Менде цель болды негізі Алматыға келіп кішкене араласып, контенттер түсіріп, блог жүргізуге. Ақтаудада бар ғой, жүргіземін блогерлермен араласамын. Қазір бірақ андай ғой, бәрінде бәсеке бар. ол не деген? Бәсеке? Бәсеке дейсің ба? Бәсеке бар да. Иә, Андай иә, жарысу бір-бірімен жарысу деші. бар, сосын даже элементарно отметка үшін. Отметка жасауға нетеді. Мгм, Жасағысы келмейді деп басқа бір қарап қалады, басқа бір подписаться етеді деген сияқты. Сол түсінбедім мен сондайды. Мен өз басым ешқандай блогерге барып, мені шақыр, менімен мгм. аралас деп көрген адам емеспін. Өзіммен прям күшті болып мына контентімді көрдіңіз ғой. Иә. Өзім істеп кәдімгі қолыммен істеп жатырмын. Мгм, Ешқандай оған қатты вложение де кеткен жоқ. мгм, Средний вложение. Бардан жасап жатырмын да. мгм. Бардан ешкімді пайдаланбай, ешкімге сөйтет сөйтпей хайп ұстамай сөйтіп келе жатқан. Өзім келе жатқан, маған ешқандай әңгіме айта алмайды, ешқандай блогер. Көп блогер бір-бірімен араласып сөйтіп нетеді ғой, көтеріледі ғой негізі Қойшы. көп жерде. Қош деп мен просто мендікі енді басқаша ғой. Иә, Менікі бөлек. познавательный, Иә, ілім мен білім білім. болғаннан кейін. Блогер Блогер басқа. мен байқаймын, бірақ оны ше өте қатты Бір-бірімен байқаймын. араласып дос болып, сосын барып көтерілетіндер бар. Вот бізді шақырады ғой, например. Мгм. Мен бір ретте енді атын айтпай ақ қояйын. Қалайсыз бүйтіп тұр да, мен айттым, телефон алып Қазір иә. тастайық, давай без телефона. Көрсетіп типа. қалу керек. Сондай мен болған уже. Сосын отметка жасайсың ба деген сияқты мен түсінбеймін. Мен ондай мен өзімді блогермін деп есептемеймін. Өйткені шынымен менікі ұқсамайды вообще.
келмейді блогердікіне. Сен шынымен блогерсің, енді өзіңнің күнделікті вся эта красота, оны көріп отырған әйелдер де қыздар да шабыт алады. Енді сенікі басқаша контент болғандықтан, мен деген басымды қатырмайды екенмін, честно. Бізде еще Маңғыстауда кішкене сол контентті кішкене қабылдамайды да. Бізде Маңғыстауда сол контент жасап жатқан, мен сондай контент жасап жатқан. Элементарно ешқандай блогерден менікіндей контент жоқ, потому что ешкімде ашық киім жоқ, ашық образдар жоқ. Бірақ таниды көбі. Еще жас қыз емес, келіншек бола тұра. Келіншек. Оған деген дух керек қой. Любой блогер таниды, бірақ танымағандай. Сынай танытады да. Я это знаю, танитындарын, білетіндерін. Менде де сондай ғой, бля. Сөйтеді да, бірақ тупо танымаған сияқты, нетпеген сияқты, кім ол, кім деп сөйтіп тұрады. Мойындаса ештейміз ғой. Талай болған, типа бір блогер айтқан маған, бәрі сені көреді, бірақ мойындамайды. Мен де көресіңдер, бірақ мойындамайсыңдар, бірақ бір күні мойындайсыңдар оны. Шынымен де Рас. Мойындауға нетеді, ерлігі жоқ просто көбінің. Сен білесің бе, бізді мойындау үшін біз не істеу керекпіз? Біз сол бір шеңберге қайта кіру керекпіз. А это что? Мы не формат. Давай осы жерде мойындайық. Біз не форматпыз, реально. Бізді обычно хейтить етеді, обычно даттайды, түсінбей жатып. Сырт келбетпен сынайтын адам, сырт келбетпен шешім қабылдайтын адам, ол ең ақымақ адам. Сен адамды танығың келсе, оның ішкі жан дүниесін зертте. Сырттан мен де бүйтіп жабық киініп отыра аламын да, инабатты болып. Сен білмейсің ғой, бірақ мен қандаймын деген сияқты. Адамның іші адамның аласы ішінде дейді ғой. Сырт киімге байланысты емес. Бізде сыртпен ақ не қыла салады? Ой, оны. Біткен. Бай түсмелек екен. Бай чорт екен дейді ғой. Чорт екен. Каблук екен. Аяғын астынан. Көбінің айтатын сол. Сосын ол ер адамға тиеді, пәлім біреулер оны, кейбір еркектер соны барып айтады, мен әйелімді үйде отырғызып қоямын, ешқайда шығармаймын деп айтады. Сосын содан конфликт болады. Менде де болды ондай. Түскендері болды ортаға. Мен қатынымды ешқайда шығармаймын, мен өйтіп қаңғытып қоймаймын, өйтіп кигізіп қоймаймын, мен даже бояндырмаймын деп сөйтіп айтады. Бірақ боянатын, қаңғитын қатынға қарайды. Бірақ мойындамайды. Бірақ дейтін сәттер көп, бізде әлі де. Несправедливо. Мен саған рахметімді айтқым келеді. Бүгін бізге қонақ болып келгеніңе шынымен де тамсанамыз. Мен рас айтамын. Екінің бірінің қолынан келе бермейді. Осылай көп балалы ана бола тұра өзін осындай әдемі ұстап, өзінің қалпын жібермеу, өзінің позитив пен энергиясын ұстау, ол екінің бірінің қолынан келмейді. Негативі мақұл да сені басатын, а еще бытовухаға батып кетпеу. Ты знаешь, что ты сильная женщина? Я знаю. Ты сильная женщина, бірақтан да. Сенің қасыңда мықты ер азаматты көргім келеді да. Мен айтпаймын, бірден ажырас, бірдеңе, мен ешкім емеспін айта алатын, оны шешетін Алла тағала. Бірақтан да мен неге олай айттым? Хочется, чтобы сенің еркегің өзгергенін. Реально, ешкімнің сөзін елемей, екеуің бала шағаң үшін бірге өмірді сүріп, сені еркелеткен, өйткені ты достойна этого. И каждая женщина достойна быть счастливой. Қыздар, келіншектер, обязательно менің YouTube арнама подписка жасап қойыңыздар. Не үшін бүйтіп отыр дейсің ба? Мен бәнклибімді көріп тасын деп жатыр, мақтанып отыр. Өтірік мақтана алмаймын, косвенно, прямой мақтанамыз ғой. Подписка жасап қойыңыздар, сосын келесі кейіпкер. Қандай кейіпкерді көргің келеді? Соны комментарияға жазып кетші. Маған өте маңызды әрқайсыңыздың ойларыңыз. Бүгін осындай әдемі, женская сексуальная энергияға толы, жеңіл эфир болды. Аларың көп. Тыңдаған адамға инсайт көп біздің подкастымызда. Сау!